Қайырлы күн баршаңызға. Осындай аптап ыстықтың күнінде үй жағдайында осындай керемет сусын дайындап ішкенге жетеді. Осы рецептпен сіздермен бөліскім келіп отыр. Дәмі ерекше болып шығады. Магазиндегі Ice-Tea'ден дәмі кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп қойыңыздар. Қолдауларыңыз өте маңызды. Ең алдымен біз кастрюлемізге осындай 6 литр суымызды қойып қайнатуға қоямыз. Ол қайнағанша осындай апельсин, лимон, 2 алма, жалбыз, каркаде, шекер қажет болады. Апельсиннен бастап барлығын ірі етіп турап алыңыздар. Міне осылай. Жалбызды да бөліп аласыздар. Қатты ұзын болатын болса. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Және де мен каркаденің осы түрін қолдандым. Бұл кез келген магазинде табылады. Суымыз қайнады, енді оған каркаде салып, кішкене бетін жауып 2 минутқа қайнатып алатын боламыз. Міне қайнап шықты, енді осыған біз шекерімізді саламыз. Шекеріміз еріп алғанша кішкене тағы 1-2 минутқа қоя тұрамыз. Міне енді бізге каркаде керек емес, оның барлығын сүзіп аламыз. Және де осы сүзілген каркадені тағы бір сусын жасауға жетеді. 1-2 литр, 3 литрге жететін болады, тағы істесеңіздер болады. Енді ягодалардың барлығын осы сусынға қосатын боламыз. Кішкене жағысылап араластырып, мұны да бір қайнағаннан кейін, бірінші қайнағаннан кейін 1-2 минутқа ғана қалдырып қоясыздар. Міне менің Ice-Tea сусыным дайын болды. Иісі енді мұрын жарат керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен үйлеріңізді қуантыңыздар, шөліңізді басады. Осы жаңағы кастрюльден суығанша мен осы келес ыдысқа салдым, және де сүзгіден өткізіп алыңыздар міндетті түрде. Міне біздің Ice-Tea'міз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Лайк, комментарий қалдырыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге де ас болсын.